Ұстаз осы халықпен, жастармен, тұрғындармен кездесудің тақырыбы әдепті қоғам, парасаттылықтың бейнесі тақырыбын таңдадық. Енді осы біздің тұрғындарға, жастарға сол тақырып төңірегінде ашып, насихат айтсаңыз, құрметпен сөз кезегі өзіңізге беремін. Алла разы болсын. Алла баршамызға разы болсын. Болды. Анау да бар екен. Жарайды. Бисмилля. Альхамдулилля. Вассалату вассаламу аля расулилля. Амма бад. Ассаламу алейкум, құрметті жақсылар. Аллахым істеріңізге береке берсін. Не тағы да бір ел аралап жүріп, осы жайықтың жағасына келіп қалдық. Өздеріңізге таныстырып жатқандай, сол әдепті қоғам жайлы, бір әдеп жайлы, әдептің адам өміріндегі орны, исламдағы маңыздылығы жайында бір сөз өрбітсек деген ниет бар. Иншалла, соның барысында сіздерде иншалла қатысып отырсаңыздар, сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарыңызға кезек береміз. Алла разы болсын. Құрметті жақсылар, жалпы әдеп бұл өзі не зат, қандай зат ол? Бұл әдеп деген өмірге не берері бар? Оны игерген адам қандай дәрежеге жетеді? Оны игеру деген не деген көптеген сұрақтардан біз осы әңгімемізді бастасақ екен. Әдеп бұл енді арабтың сөзі ғой. Бұл ішкі, сыртқы жан дүниенің тәртіптілігі, бір белгілі бір заңдылыққа бағынуы деп түсінсек керек. Жалпы әдептің адамға орны бар. Әрбір нәрсенің өзінің әдебі мен тәртібі бар. Әдеп әлбетте оның тәртіптің жанында жүреді ғой әрдайым. Әдептің орны жайлы, әдептің адамның өміріндегі жайлы әр халықтың өзінің дәстүрі жауап берсе керек. Әр халықтың өзінің дәстүрі бар. Дәстүр дегеніміз сізді бізді осы жүріс-тұрыс, табиғатымыз, ішкі заңдылығымыз, өзіміздің қоршаған ортамыз бен қоғамымыз, саясатымыз бен тарихымыз, ұстанған дініміздің әсерінен болған жүріс-тұрыс заңдылығы әдеп болады. Әдет, ғұрып болады. Осы әдет ғұрыптың әр халықтың өзінде бір өзіне тән реңі бар, өзіне тән дәмі бар. Біздің халқымыздың өзінің сол әдет ғұрыптан алған үлесі бар. Бірақ осы үлес бізде соңғы кездері біз кенжелеп қалып жатқан сияқты, азайып қалып жатқан сияқты. Бұл мүмкін басқа халықпенен араласқанымыздың себебінен, біздің қазіргі көріп жатқан, алып жатқан информациямыздың түрлі хабарларымыздың түрлілігінен шығар, кейде шеттеніп қалып жатамыз. Жалпы әдеп бұл адам осы өмірде өзінің кісіменен араласқан кезіндегі ең қолайлы сөз, іс, әрекет жиынтығынан тұрады. Мысалы, бұл мәміле ғой былай айтқанда. Егер сіздің әдебіңіз жақсы болған сайын, мәмілеңіз, жұртпен араласқандағы арақатынасыңыз реттеле бастайды. Ал ислам өмірінде арақатынас қандай болып саналады десеңіз, исламда 3 түрлі үлкен арақатынасты айтсақ болады. Ең біріншісі сіздің және Раббыңыздың араңыздағы қатынас. Құдаймен, Алла тағаламен сіз қалай араласасыз? Қандай жақындық бар араларыңызда? Екінші нәрсе өзіңізбенен араласу, яғни сіз және сіз. Үшіншісі сіз және өзгелер. Осы аралықтағы барлық қатынас әдептен тұрады. Бұның өмірде маңыздылығы қанша? Біз бұны әдепті игеруіміз, оны ұстануымыз қаншалықты маңызды десеңіз, бізге не береді? Қазір кезден сөйтіп айтуға тура келді ғой енді. Бұл өмірде жаңалдегі түрлі кезеңдер тұрады екен. Біздің қазіргі заманымызда, мысалы, бір адамға намаз туралы айтсаңыз, намаз ол адамға не береді деп сұрақ қояды. Яғни, не қажеті бар? Одан не аламын деген сұраққа жауап іздей бастайды. Дәл сол сияқты әдеп. Әдеп адамға не береді? Не аламын? Немесе қандай да бір маған жәрдемі бар бұл өмірде дегенде. Біріншіден, кейбіреулердің тіпті осы жерде жаңағыдай әдеп туралы кереғар да сұрақтар бар. Ол сұрақтарды талқыламай тұрып,
адамға берерін айтайықшы. Біріншіден, әдеп жоғарыда айтқандай мәміле болса, мәмілеңіз түзу болса, Раббыңызбен, яғни бірінші орында Алламенен мәмілеңіз түзу болады. Бұл деген сөз, Алла және сіз екеуіңіздің араңыздағы мәміле түзу болған сайын, сіз оған жақын боласыз. Дұғаңыз қабыл болады, құлшылығыңыз ретті болады, руханиятыңыз бай болады. Өзіңізбенен болған әдеп. Адам егер өзіменен өзінің арасындағы әдебін түзетсе, өзін тани бастайды. Халықта сөз бар, өзін танымаған Раббысын танымайды дейді. Ал заманауи психология айтады. Сен осы өмірдің бақытын көргің келсе, міндетті түрде өзіңді тану керексің. Өзіңді танымай, сенің өмірің бақытты болмайды. Себебі, адамның ішкі бүкіл проблемалары, қорқыныштар, мысалы сіздің бақытқа жетуге кедергі болатын заттар көп қой. Мысалы мен бақытты болғым келеді. Иә, жақсы. Өмірдегі мақсатым, арманыма жеткім келеді. Керемет. Соған жетуге саған не кедергі деген сұраққа қорқыныштар, реніштер, қауіптер, осындай нәрселер кедергі бола бастайды. Осы қорқыныш, бір нәрседен қауіпсіреу, жаңалдегі күмәндану, бір нәрседен, осының барлығы өзіңізді танымағаннан болады. Қашан сіз өзіңізді танисыз, осы қорқыныш, осы түрлі келген өмірдегі кедергілер сізге әсері азаяды. Жоқ болып кетеді деп уәде берілмейді. Жоқ болмайды, бұл өмір ғой. Өмір болған соң, сіз дамыған сайын сізге кедергінің де түрі келе бастайды. Сіз өмірде мақсатыңызға, арманыңызға жүрген сайын, өміріңіздегі түрлі уақиғалар ауысып, әртүрлі мағынамен келеді. Бірақ егер сіз өзіңізді зерттеп, өзіңізді танымасаңыз, өзіңізбен болған әдепті реттемесеңіз, сіз осыдан неше жыл бұрынғы жасаған қателігіңізді қазір де жасай бересіз. Анау Дин Сурка деген кинолар бар ғой, бір адам жаңағыдай ұйқысынан оянады, қайтып сол уақиғаға айнала береді ғой, жаңағыдай анау біреу барады, біреу өлтіріп тастайды, сонымен бітеді. Содан тағы басталады. Бұл бекер емес. Бұл адамның психологиясындағы сондай нәрсе. Сіз егер өзіңізді танымай бір белгілі бір қорқыныш сізді билеп тұрма, сіз мақсатыңызға, арманыңызға жетіп жатсаңыз, сол қорқыныш алдыңыздан шығады, болды, қайтадан басталады. Арқадан қайтып келесіз. Ол жердегі тосық, сол үшін заманауи психологияда айтады. Өмірдегі тосықтар, өмірдегі қорқыныштар барлығы қайда? Сенің миыңда деп айтады. Сенің миыңның ішінде. Оны реттемей, оны түзетпей, өмірің түзелмейді. Жалпы, әдеп өзіңізбен ара қатынасты түзейді. Бұл деген сөз сіздің өміріңіздің реңі, дәмі барлығы өзгереді. Үшінші нүкте, әдеп өзіңізбен өзгенің арасындағы нүктелер ғой, ара қатынас. Бұл өміріңізді бақытты, бай, мәнді және жемісті қылады. Неге? Сіз қандай мамандық егесі болсаңыз да, бәрібір адаммен араласасыз. Енді бір сондай мүлде ешкіммен араласпайтын адамдар бар шығар, ол енді өте аз ондай адамдар, өнер адамдары, бір жаңағы сондай бір адамдар болады, бір бөлмеге кіріп алады. Ол енді адам көрсе араласпайды, сол өзінің әлемінде өмір сүретін адамдар бар, суретші, білмеймін, сондай өзгеше халық енді ол. Ол халық бәрібір адаммен араласуына тура келеді, уақыты келіп. Міне осы өзің және өзгенің арасындағы әдепті де түзету сізге мәміле реттей бастайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін айтады: жеңіл бол, адамдарға мәміледе жеңіл бол деген сөз бар. Ал керісінше енді бір ұғымдарды айтайыншы. Қазіргі кезде кейбіреулер айтады, сұрақ шығады ерекше. Сен жеңіл бол дедің, әдепті бол дедің. Ол әдепті бол деген сөз, мынандай бір түсінік бар психологияда, удобно дегені. Яғни сен жұрттың бәріне қолайлы бол деген сөз ба? А керісінше мен кітап оқыдым, мен кейде бір психологтардың сөздерін естем, жұрттарға удобно болма деп айтады. Жоқ деп айт дейді. Жұрттарға жаңағы қолайлы болма дейді. Деген мағынада айтады. Ол мағынасы сіз тікелей түсінсеңіз егер, ол сондай дұрыс деп ойлайсыз. Ол тікелей айтып жатқан жоқ, ол дұрыс айтылып жатыр. Бірақ сіз оны дұрыс қабылдамай жатсыз бұл мәліметті. Бұл деген сөз өзіңнің шекараңды сақта деген сөз.
қарапайым тілде айтқанда өзіңнің шекараңды сақта. Ол қалай шекара? Өзің сонда адамның шекарасы? Иә, шекарасы болады. Ол шекараны бірінші орында өзіңді танымай шекараны білмейсің. Яғни не нәрседен тұрады шекара? Мен не жақсы көрем, не нәрсені жек көрем. Мен қай жерді қалай істегенді ұнатамын. Менің арманым қандай, менің мақсатым қандай. Маған осындай қылып өмірдегі мақсатым, мәнім, қорқынышым, қуанышым, ұнайтын, ұнамайтын нәрселерін бәрін танығанда мен шекарам пайда бола бастайды. Осы шекараның арасы біздің арадағы мәмілені реттейді. Мысалы, заманауи емес, өте төменгі қарапайым мысал, халықта айтады. Түйенің жауы не дейді? Кене дейді. Келіннің жауы ене дейді. Қазіргі осындай соғыс бар. Ажырасу көп. Жастардың арасында енесіменен тіл тап. Неге? Қыздарымыз өзінің шекарасын қоя алмауынан. Иә? Яғни шекараға тым кіргізіп жібереді өзіне. Мысалы, келін болып түседі. Не болады енді келін болып түскеннен кейін? Үлкен айтса басыңды ие бер. Бәрі солардікі дұрыс. Бәрі сондай, ол жақсы нәрсе, бірақ оны біз тіке түсінеміз. Түсінесіз ба? Тіке мағынада түсінеміз да. Бәрі айта беру керек маған, бәрі ұрса беру керек. Мен ең бейшара халықпын. Осы жерге адаптациядан өтіп алайшы дейді. Адаптациядан үйтіп өтпейді. Негізі адаптациядан шекара қойып өтеді. Келдіңіз ба? Қалай шекара қойыз? Бірден барып енеңізге тарс-тұрс қойып таста демейміз. Ортада делдал бар ғой, делдал бар. Кім ол делдал? Жолдасыңыз. Иә, бір үйдің қызын алып келді, жауапкершілікті мойнына алды. Оған дейін әкесі жауап деді ғой. Шай, тамақ, ішіп, жем бәріне сол жауап деді әке шешесі. Содан сен арулап, мәпелеп отқан қызын алып алдың. Енді жауапкершілігімен алдың ғой, сен өзін алған жауапкершілік сіздердікі, маған тек қана келіншек демейсіз ғой. Бәрін аласыз, сол бүтін. Қисығы, бүтіні бәрін аласыз, сол қалай тұр, солай аласыз. Алдыңыз, керемет. Енді соны алғаннан кейін, сіз ортада, ойлаңызшы, ол қыздың тәрбиеленген ортасы бөлек. Өмірі, ішкі жан дүниесі бөлек халық қой. Енді келіп, сіздің үйге кіргеннен кейін, сіз оны адаптация қыласыз. Заманның тілімен айтайыншы, қарапайым. Сіз машина сатып алдыңыз Европадан. Евро 5, евро 6 мен келді. Біздің 92 бензин құйсаң өліп қалады ол. Не істейміз? Компьютершікке барып чиповать етеміз. Анау компьютерін ауыстырамыз оның. Сен европалық емессің, сен европалық емессің деп ауыстырамыз. Сөйтіп, евро 3-ке ауыстырып, 92 ішіп жибер, болды деп қабылдатамыз. Қайта біздің 92 кейбір жерлерге зәм-зәм ғой, біліп алсаңыздар. Кейбір елдерге, көрші елдерімізге зәм-зәм судай пәк ол, ойымдамаңыз. Енді айтпағым, дәл осылай адаптация жасайсыз. Қарапайым, сіз бір техника сатып алдыңыз. Телевизор, компьютер, оны көшеде көтеріп алып кеп, үйге кіре салысымен қосуға болмайды. Бөлме температурасында кемінде 1 сағат немесе бірнеше сағат тұру керек. Адаптация. Реттеледі. Міне осы мағынада ғой. Келінді үйге әкелдіңіз, енді оны адаптациядан шығарасыз, үйретесіз ғой. Оның мінезіне үйдегілер үйрену керек, сіз үйрену керексіз. Оның сөзіне сіз және ол үйрену керек. Ортада делдалдық қыласыз ғой. Барлығы договормен болады. Келсамай қаласыз ба, қайттан да, жоқ, мынауың болмайды, мынауың болады, неге болады, неге болмайды, қалай қайтып, так басынан. Осылай бірнеше уақыт алады. Бірақ, егер осы адаптацияны дұрыс өтсе болды. Әркімнің өз шекарасы, кім не жақсы көретінін біліп алу ғой, былай айтқанда. Келіншегіңіз не жақсы көреді, не жек көреді, неден қорқады, не нәрсені ұнатады, қалай болғандығы. Соның бәрін біліп алғаннан кейін, үйде сондай шарайт жаратып бересіз. Болды, ол өмір сүреді. Ортада түсініспеушілік болып жатса айтасыз, уайымдамаңыз, ол осын ұнатпайды, осын ұнатады, мынандайын жақсы көреді, мынандайды ұнатпайды, бұған былай етейік, шешіледі. Мен жалпы айтып жатқаным мәміле, сіз және өзгелердің арасындағы мәміле
осылай әдеппен болады. Енді әдептің қамтитын орындарын айтқым келіп жатыр. Бағаналден бері қарай түсінікті болу үшін тағы да төменірек түсеміз. Ол әдептің қамтитын орындары. Әдеп қандай бөлімдерден тұрады? Әдеп сөз, сөйлеуден тұрады, іс-қимылдан тұрады, амал дейміз, және ішкі жан дүниеден тұрады. Осы үшеуінен әдеп құралады екен. Әдеп құралады. Осы үшеуінен құралады. Сіз ойламаңыз, әдеп деген ол тек қана бір жерде барып жаңағыдай бір сыпайы бол бүйтіп отыра салу. Әдеп, күшті әдепті болып қалды. Жоқ, ол егер ішіңнен шықпаса өтірік болады. Оған сөзің растамаса тағы өтірік болады. Білініп қалады, қисығың, қыңырлығың көрініп тұрады. Ол жараспайды да сізге. Әдеп осы үш бөліктің барлығының жиынтығынан тұрады. Осы үшеуі өзгереді, әдеп реттеледі. Үшеуі өзгермейді, реттелмейді. Енді әдептің маңыздылығы, орнын айтып бастадық қой, сол әдептің бізге келтіретін зиянын айтайықшы. Зияны біздің бірінші орында өзіңізге зиян қыласыз. Мәміле өзіңізбенен қандай бытшыт болатынын айтайын ба? Мысалы, ана өзіңмен өзің дегенді түсіне алмаған шығарсыз. Қалай қандай үлкен әдеп. Психологияда айтады, сен өзіңді жақсы көр дейді. Дініміз айту мүмкін. Бұл өзіңді жақсы көру деген бол эгоизм, тәкаппарлық. Пайғамбарымыз айтқан, кім тәкаппар болса, жәннатты ол жәннаттың иісін иіскемейді. Дұрыс сияқты ғой. Жоқ, қате. Өзіңді жақсы көр дінде бар. Дәлел. Әзіреті Омар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисін естеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: сіздер мені жақсы көрмей иманды болмайсыздар дейді. Мені өздеріңнен де өзгеден де жақсы көрмей иманда кәміл болмайсыңдар дегенде, Омар не деп айтқан? Кім айтады? Омар не деп айтады? Мен сізді барлық халықтан артық жақсы көремін дейді. Бірақ өзімнен артық жақсы көрмеймін дейді. Өзін жақсы көреді екен ғой сонда о кісі. Яғни ол жерде пайғамбар айтқан жоқ қой. Өзіңді жек көр деген жоқ. Бір пайғамбардан сөз жоқ. Өзіңді жек көріп үйреніңдер, өздеріңді жек көріңдер деген нәрсе жоқ. Ал нәпсімен күрес ол бөлек әлем. Нәпсімен күрес дегеніміз сөз, бұл өзіңнің шайтаныңды тәртіпте деген сөз. Нәпсімен күрес деп айтылады, ол аты сондай ауыр. Үйтіп айтпайды. Нәпсіні тәртіптеу, нәпсіні әдепке шақыру деп айтылады. Нәпсіңді өлтіріп жібер деген сөз емес. Адамның нәпсісі болады, прихоть. Сен әрдайым бір нәрсені қалайсың. Оныңды реттемесең болмайды. Психология не дейді? Психология реттейді оны. Қалай реттейді? Аскеза деген ұғым бар. Гректің сөзі. Мағынасы аскезаның. Сіз өзіңізге қатаң ереже қойып, белгілі бір дәрежеге шейін соны ұстанасыз. Бұлай айтқанда заманауи тілде диета ұстайсың. Салмақ тастағың келе ме? Диета дейді ғой қазіргілер, бәрекет. Сол аскезаның түрі, бір түрі. Не мағынада? Өзіңнің нәпсіңді талтайтып жібермес үшін анда-санда қысып тұр деген. Оны психологияда айтады, біздің дінімізде айтады. Біз өзімізді қысып тұруымыз керек. Неге? Бұл ертең біздің арман мақсатымызға жететін кезімізде жолымызға өзіңе өзің кедергі болмас үшін. Басқа біреу кедергі болмайды. Өзің кедергі боласың, өз-өзіңе. Сол үшін кейде қолайсыз жерге ұйықта. Ұнатпайтын тамағыңды же. Саған аллергия бермей ма? Денсаулығыңа зияндығы жоқ па? Адаласпа? Ұнатпайсың бірақ, иә, же. Не үшін? Адал ғой. Адал, иә. Құдай арам қылды ма? Жоқ. Сен неге ұнатпайсың? Неге тәкаппарсың? Ондай осы сен жүрегіңде бір нәрсе бар. Сен соған өзіңді үйрет. Нәпсіңді кішкентай қолыңа ұстауды үйрет. Халықта сөз бар, психологтарда сөз бар. Кім-де-кім өзінің ішіп жеміне еге болса, ол кісі өзіне еге болады дейді. Ал біз оны оразада істейміз ғой. Әр ораза істейміз. Таңғы уақытта ауызды бекітеміз, кешке шейін жүреміз, кешке ауыз ашамыз. Аскеза, оны жасаймыз. Бірақ оның мәнмен жасамаймыз, байқайсыз ба? Мағынамен, мақсатпен, ішкі ниетпен өйтіп жасамаймыз. Жұрттың бәрі тұтты, мен де тұтам, қызық.
бір рухани әлем, өзің түсінбейтін бір кішкентай ертек бір фантазияның ішінде жүріп Рамазан бітті дейміз да қайтамыз. Бірақ ешқашан өзіңе сұрақ бермейсің, Рамазанға дейін кім болдым, мен бұл Рамазаннан шыққанда кім болып шығып жатырмын, кім болғым келеді, мен не үйренуім керек Рамазаннан, менің өміріме қаншалық бұл әсер етеді. Жоқ, ондай сұрақ қоймаймыз. Біз жұрт тұтты, мен де тұттым, Рамазан бітті, мен де біттім, болды. Ал енді сізге сұрақ қойылады, Рамазаннан бұрын қандай едің? Осындай едім. Қазірше тура сондаймын. Онда неге тұттың? Не алдың? Не нәрсемен шықтың Рамазаннан? Қандай нәрсемен шықтың? Пайда жоқ. Ондай болса сен Рамазанның ақысын бермедің ғой. Оны дұрыс тұтпадың ғой. Бұл әдептің нүктелері осыдан келіп шығады. Яғни, қараңыз, біздің осы өмірге келтіретін зияндарының ең біріншісі өзіңді қиратуға әдеп, өзің мен әдебің реттелмесе, өзің қиратасың. Қалай? Әдептің біреуі өзіңді сыйлай біл. Өзіңді сыйла. Иә, адам өзіне құрметсіздік жасайды. Өзін жақсы көрмейді. Өзін сыйламайды. Ал мен сізге сұрақ айтамын. Сіз осында отырған әрбіріңіз бұл дүниеге келмеуіңіз де мүмкін еді ғой. Рас па? Рас. Әрбіріміз бір тамшы нәжес судан жаратылдық. Пәлен миллион шанстың біреуі ғанасыз. Ойласаңыз, пәлен миллион ұрықтың бір шанстың біреуі ғанасыз. Анайы болса да. Сонша шанстан Алла сізді қалауы. Ол біреу қаламаса, бұл келмейсіз ғой бұл өмірге. Әлде іштеріңізде бар ма, мен таныса салайын ондай адаммен. Мен өзім қалап келдім өмірге. Атымды таңдадым, кімнің үйінде келетінін таңдадым, еркек әйел болатынын таңдадым, қашан туылатынын таңдадым. Таңдадыңыз ба? Жоқ. Бұның бәрі таңдалған сіз үшін. Қызық, сіз еркексіз бе, әйелсіз ба? Таңдалған. Қашан туыласыз? Таңдалған. Кімнің үйінде, қандай ұлтпен, қандай жерде, қай уақытта, бәрі таңдалған. Онда біреудің сіз жоспарындасыз ғой. Кімнің жоспар екен ол? Осының барлығының егесі біреу емес пе бүкіл әлемнің? Онда бүкіл әлемнің Раббысы сізді таңдады ма? Сізді миллионның ішінен таңдағаны. Сіз таңдаулысыз негізі. Сізде Алланың қалауы бар, түсінесіз ба? Сізді бүкіл әлемнің Раббысы таңдап тұр, қалады. Ал енді ойлаңызшы, өзі таңдап, өзі қалап сондай жаратса, сізді дозаққа солай оңайлықпен бергісі келеді деп ойлайсыз ба? Мүмкін емес. Бізге ешқашан Құдай жамандық ойламайды. Ол мүмкін емес. Мүмкін емес. Біз өзімізге өзіміз залымдығымыздан кетеміз. Сол үшін әдеп бірінші орында өзіңмен өзіңді сыйла. Себебі өзіңді сыйлағың келмей жатса, Құдайды сыйлап барып сыйла өзіңді. Өйткені сен Алланың жаратылысысың. Сені бүкіл әлемнің Раббысы осындай халге алып кеп жаратты. Оған ризалықпен көн. Ризалық та болу керек. Кейбіреулер өзін танымайды. Сондықтан өзінің, мен әйелмін, негізі еркек болғым келіп еді дегендер бар. Мен еркекпін, негізі қыз болғанында күшті болар еді дегендер де бар. Менің жасым сәл үлкендеу болған дегендер де бар. Менің жасым жастау болсам дегендер де бар. Негізі бұл өзін танымайтын адам. Мен бұл сұрақты оңай түсіндіре алмайтын болғасын осылай алып кеп жатырмын. Қорытып айтайыншы. Өзіңізбенен болған әдеп бұл өте маңызды нүкте. Егер өзіңізбен өзіңіз дұрыс әдеп сақтамасаңыз, сіз бұл өмірдің барлығын бекер өмір сүресіз. Ол тағы да сөз аяқ жағына тағы келер, әдептің нақты үлкен нүктесі үшеу дедім. Сөз, іс-қимыл, жүрек. Осы үшеуі әдептенбей, сіз әдептің шекарасын реттемейсіз. Ендеше, бізді бұзатын артық нәрселер ғой. Әдеп дегеніміз әрбір істің өзінің ақысын беріп, артығын алып тастау. Мысал айтайық. Пайғамбарымыз тамақ жеудің әдебін жасады. Оң қолмен же, бисмилланы айт, біткесін әлхамдулилланы айт, алдыңнан ғана же, үлкен-үлкен қып асама,
кішкентай қылып же, осының бәрі майда әдептер. Барлығында бар. Ұйқыға жатардағы әдеп, ұйқыдан тұрарда әдеп, киім кигендегі әдеп. Бұның барлығының әдебі бар. Ол әдеп ешкім көрмесе де сіз жасайсыз соны. Неге? Не береді сонда бұл нәрсе? Бұл әдеп біріншіден Алла менен сізді байланыстырады. Екіншіден осы әдеп сізді тәрбиелейді. Сіз адам көрсе де көрмесе де әрдайым белгілі бір нәрсені істей бергеннен сіздің өміріңіз тәртіптеле бастайды. Сіздің тағам жеу әдебін реттемесеңіз, сіздің денсаулығыңыз бұзылады. Киім кию әдебін реттемесеңіз, сіздің денсаулығыңыз да, қоғамды да бұзасыз. Егер ұйқыдан ояну әдебін реттемесеңіз, сіз құлшылығыңыз да, сіздің тіршілігіңіз де қисық болады. Бұның барлығы өзінің орнымен келген. Және бұның бәрінің мағынасы мен пайдасы бар. Оны түсінбей жасасаңыз, көп нәрседен бекер қалдыңыз. Айтпағым, әдеп сөзден тұрса, сөйлеудің мәнері бар, пайғамбарымыз айтады. Сөйлесең, дұрыс сөйле, болмаса үндеме дейді. Халықта сөз бар, мың сөйлеген өледі дейді. Тағы да сондай сөз бар. Қазіргі заман психологиясында айтады. Сөз негізі бар ғой, қайдан шығады? Сөз қайдан шығады? Қазақ тілді сөздің қамшысы деп айтады. Бұл ойдың қамшысы ғой негізі. Біздің сөзіміз ойдан шығады. Ал ой, бұның барлығы біздің энергияны жейді, қуатымызды. Бір күнді қуатыңыз желінеді. Бір күн 24 сағатта сіздің бір қуатыңыз бар да, бір белгілі бір қуат бар. Білмеймін. 24 сағат 24 дейсаңызшы, 24 қуат бар сізде. Бірақ сол қуатты жейтін нәрселер не екенін білесіз ба? Қимылдайсыз ғой, энергия кетеді. Сөйлейсіз, өткен ойлайсыз, энергия кетеді. Тіпті ішкі жан дүниең ашуланса да шаршап қаласың ғой, кейде. Шаршайсың, энергия кетеді. Енді, құрметті жақсылар, осы қамшының сабындай өмірде сен не деген армандар, биік мақсаттар қойдың, соған жеткің келеді, соған барғың келеді. Бірақ соған орындауға тек уақыт емес, саған күш керек қой. Ал сол күшті қайдан аласың, егер экономдамасаң, үнемдемесеңіз? Білесіз ба, мынандай бар осы өмірде. Сенің уақытың бар, бәрі тұрда, бірақ соны жасамайсың. Бола ма? Болады. Неге? Күшің жоқ. Жасауға энергия жоқ сенде. Өйткені сен оған арналған энергияңды, өзіңнің жақсы көретін ісіңе арналған энергияңды біреуге беріп қойдың. Мысал айтам, қарапайым мәміледе. Құран-ы Каримде айтады, «Уақул лахума қаулан карима» дейді. Ата-ана туралы айтады. Ата-анаңа дейді, қымбат сөз айт дейді. Карим деген қымбат деген сөз. Қымбат сөз айт дейді. Аударайықшы, қымбат сөз қандай қымбат болады? Қымбат сөз деген қалай деп түсінесіз? Айтыңыздаршы. Ой, примерно, қымбат сөз. Ау? Бағалы, қымбат. Мағына қай жағы қымбат болады? Не ол? Ау? Қандай? Шын ниетімен тағы. Жақсы сөз. Дәрежедегі қымбаттылық. Мағыналы. Мен басқаша айтайыншы. Қарапайым түсінікпен айтам. Мысалы, бір уақиға болып қалса, балаға сөз айтып беру қаншалықты сізге жеңіл? Өте оңай, энергия аз кетеді, байқайсыз ба, жаман нәрсеге. Арзан тұрады да. Ана көлік айдап келеді, сіз жолыңыз кеш жібердіңіз, ла сөйлеп жібердің да. Ойланбайсың, керегі де жоқ, энергия де кетпейді. Ал енді мақтау керексің. Еще өтірік емес, шын мақтау керексің. Қалай мақтайсыз бір адамды? Ойланасы дұрыс па? Ойланасы. Яғни энергия кетеді. Сен ойланасың, так, мынаның жақсылығын тауып алам керек. Оны ренжімейтін сөз айту керексің. Мысал айтайық. Сен жаныңда, былай айтқанда, әкеңе, анаңа, сол кісілер
жақсы көретін атыменен атап, сол кісінің ренжімейтін ең жақсы жағынан сөйлеу сіз үшін өте қымбат. Өткен затратна, қарапайым тілде затратна, сізге ойлану керек. Талпынып өзіңізді төсеп, маңдай қылу керек та, денеңізді бәрін дайындау керек. Сосын барып айтасыз. Қымбат сөз деген мағына энергозатратный сөз да, и ол жақсы сөз. Ең қымбат сөзіңді айт дейді ата-анаңа. Себебі ең қымбат адамдарыңыз ғой. Ең қымбат адамдарыңыз ата-ана. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, өте қысқа айтып кетейін осы жерін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адамның дейді, екі ата-анасы болса, екі жәннаттың есігі ашық тұрады дейді. Екі ата-анасы ашық тұрса, екі жәннаттың есігі ашық тұрады дейді. Қызметің, сол кісілердің қызметі арқылы саған кіруге оңайлық болады екен ғой. Сол екеуінің біреуі кетсе, бір есігі жабылады дейді. Екеуі кетсе, екі есігінде жабылады. Қымбат адамдар. Пайғамбарымыз тіпті миғражға шыққанда айтып береді, мен миғражға шықтым, пайғамбарымыздың аршының астында нұр көрдім дейді, ерекше нұр дейді. Сұрадым дейді, мынау кім деп? Бұл періште ма дедім дейді. Жоқ деп айтты дейді. Онда кім бұл? Бұл пәленше деген сахаба деп айтты дейді. Сенің соңынан ерген адам. Ата-анасын бұл сияқты сыйлаған адам жоқ деп айтты дейді. Қатты сыйлаған адам екен да. Кәдімгі нұр боп бір өзі жанып тұр дейді. Біздің дініміз осылай қадірлетеді. Ата-ана, аға-іні, бала-шаға, бауыр, осының барлығы сіздің қымбаттыларыңыз. Түсінесіз ба? Сіз жаман болсаңыз да сіздің жаныңызда. Сіз жақсы болсаңыз да сіздің жаныңызда. Сізге қуаныш келсе, шын қуанатын да солар. Шын жүрегінен қуанатын да солар. Ішінде ешқандай көре алмаушылық болмастан. Сізге қайғы келсе, шын жылайтын да солар. Сіздің қымбаттыларыңыз. Қымбаттым деп айтатыны содан. Ал сол қымбатты адамдарыңа қымбат сөзіңді арнау үшін сізге энергия керек. Енді қызық жері, сіз 24 сағаттық энергияңды басқа нәрсеге құртып келсең, үйге келгенде қандай энергия? Сол үшін ғой, кіреміз, балаңды еркелетпейсің ба десең, шаршап тұрым, айналайын, арбаш дейсің. Ол ішіндегісін толып келеді. Көке, или мама, мен мектепте оны көрдім, жиналып тұр ғой, айтқысы. Ішіндегісі менен сізбен бөліскісі келіп, жақындығын танып тұрса, бала, қош, басым ауырып тұр дейді, ертең айтшы. Ол қымбаттың ғой сенің, сен қымбаттыға жасағың келіп тұр, дұрыс па? Жасағың келе ме, келмей ма? Келеді. Соған арнайы өмір сүріп те жүрсің ғой, түсінесіз ба? Ақша табасын, соған бола ерексесін, басқа қыласын. Оның бәрі сол балашағаң үшін, сол қымбаттыларың үшін жасайсың. Бірақ сол қымбаттыларыңа қымбат сөзге, қымбат мәмілеге күшің жоқ. Неге? Энергияңды құрттың. Болмайтын сөз айттың, болмайтын іс қылдың, болмайтын нәрсе ойладың. Міне, артық сөз, артық іс қимыл, артық ой адамды осылай зиян қылады адамның өмірін. Сен өзіңнің ең қымбатты адамдарыңа беретін нәрсеңді бермедің. Жоғалттың. Жәннатыңды жоғалттың. Ең қымбатты адамдарыңмен отыратын бақытыңды жоғалттың ғой, түсінесіз бе? Ең жаманы. Өйткені көп адам ойлайды, сыртқа бар досыменен ахаха, эхеке, күліп ойнап келеді. Бірақ шын айтайыншы, құрметті бауырым, достың да түрі көп, мен ойнама, күлме демеймін. Ойнама, күлме, жүрме демеймін. Бірақ ертең бір нәрсе болса, ол сенің жаныңда тұрады деп сөз бере алмаймын. Бірақ мынау үйдегі қымбаттыларың сенің жаныңда болады, қайда болса да. Сен күш қуатыңды далаға бердің. Болмайтын біреулерге шашып келдің. Үйдегі қымбаттыларыңа бермедің. Сол үшін қазір ажырасулар бар, мәміле жоқ өйткені.
бір отбасында мен имам болам кейде, алдыма келеді, молдеке дейді, біздің жанұя, мен үйіме кіргім келмейді дейді. Бар ма сондай қоғамда адамдар? Бар. Үйге кіргім келмейді, мүлде кіргім келмейді дейді. Быт-шыт үйім дейді. Ондайлар көбейіп баратыр ғой, бір жаман жері. Себебі өзінің күш қуатын тәртіптей алмады. Ал әдеп деген не? Әдеп бойынша ең қымбаттыңды ата-анаңа, жан-жарың, бала-шағаң, аға-інің, бауырларыңа, содан қалғанды басқаларға арнайсың. Содан қалғанды. Біз керісіншеміз ғой. Бүкіл қымбаттыны сыртқа, үйге дым жоқ, келеміз. Отбитый, өлік болып келеміз. Үйде энергияң жоқ, кеп құлайсың. Қойыңдаршы, еш нәрсе көтере алмайтын. Ары бар. Балаң ойнағың келеді семен. Сізден тәрбие алғысы келеді, сіздің жаныңызда көп болғысы келеді. Неге? Өйткені сізді жақсы көреді ғой. Сіздің жаныңызда отырғанның өзі оған бақыт, оған рахат қой. Просто отырса болды. Сізге ақшаға емес, абыройға да емес, сырттағылар ше. Сізбен не үшін отырғысы келеді жандарында? Пәленшеге, сәке, жәке, мәке, не үшін? Бір нәрсе сұрап қалайшы дейді ғой, бір нәрсе табу керек болып тұр ғой. Тапқаннан кейінше, сен жәке, сәке емессің, уже все, сау бол. Сенің жаныңда отыру оларға қызықта емес. Сенің ақшаң, сенің мансабың ғана қызық. Ал үйдегілерің басқалар ғой олар. Әдеп қандай болады? Ата-ананың әдебі деген сол. Бала-шағаның әдебі деген сол. Міне әдеп қайдан шығады? Ал сол әдеп жасауға сіздің кедергілеріңіз артық сөз. Артық сөз неден тұрады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінен аламыз. Шариғатпен айтайыншы бірінші. Парыз сөздер, уәжіп сөздер, сүннет сөздер, мұбах сөздер болып бөлінеді екен. Ал макрух пен харам сөздер болып бөлінеді тағы да. Осы ең соңғы екеуін айтпау керексіз, жоламау керексіз. Сен энергияңды жұмсайды, құртады. Олар балағат сөздер, өсек, өтірік, ғайбат, өтірік куәлік, жалған сөз. Осының барлығы сіздің энергияңызды да құртады. Сізге күнә жазып береді еще тағы қосымша. Өйткені екі иығыңызда екі періште жазып отыр ғой. Соның бәрін құртып, өміріңізді қиратады, тағы еще күнәмен қаласың. Ал парыз сөздер, Құдайдың бұйрығымен ата-анаңа қара, көңіл бөл деген сөздер, жылуыңды соған арна дегені. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ерлі зайыпты екеуі бір-бірінің қолын ұстаса дейді, Алла тағала екеуінің саусағының арасына бүкіл күнәсін төгеді дейді. Сол өзінің жолдасының қолын ұстауға уақыт табамайды ғой. Соған күші жетпейтіндер бар. Сонда соншалықты энергиясы қалмағаны ма? Қызық. Өйткені адам сөзінен құрыды. Артық сөз, өсек, өтірік, мақтаншақ, осының барлығы артық сөздер. Артық іс қандай? Бізде артық қимыл көп. Оны өте түсіну оңай ғой. Артық қимыл дегеніміз қандай десе, күнәға апаратын жолдың бәрі артық, сауапқа апаратын жолдың бәрі орынды болады. Сауап болады. Бұның барлығы керісінше сізге энергия береді. Қандай энергия? Мысал айтайыншы. Сіз өміріңізде қатты мұқтаж адамға жәрдем беріп көрдіңіз ба? Өте қатты мұқтаждығынан күйіп, дірілдеп, Құдайым, енді не істедім деген адам жанына отырып көріп педіңіз? Соған беріп жәрдем бергендегі соның көзінің ішіндегі жанарына үңіліп көрдіңіз ба? Қандай бақыт сыйлағаныңызды? Одан артық рахатты мен өмірде көрмегенмін, шын айтайын. Суға жүз, ең тәтті тамақты же, білмеймін, ең мықты музыка есіп, ең әдемі тауға қара. Бірақ көгеріп, мұқтаждықтан қиналып тұрған кезде соның жанынан шыға қалып, міне көкетай деп берген жәрдеміңізді көргенде ананың көзіндегі от, жүрегіндегі бүкіл сезім көзінен лапылдап шыққандағы көргенде
ана жерден кетіп бара жатқан кезде аяғың жерге тимейді. Анандай бақыттан. Пайғамбарымыз сол үшін айтады: жетімнің басын сипа, жесірдің жанынан жәрдемші бол. Яғни қайғы, қасірет, қиыншылық көргендердің жанынан табыл дейді. Ол біздің халқымыздың ішінде бар. Осы кеше ғана бір уақиға естім. Бір түріктің азаматы айтып жатыр, үлкен кісі жылап жатыр. Осы мен таң қалғаным, басқа халықта бар шығар, бірақ мен қазақтан ондай, менің пірім бұл қазақтың халқы дейді. Ондай халықтан мен нәрсе көрмедім. Мен бір баланы айтып, өзінің атасын айтып жатыр. Бір жетім түріктің баласы еңіреп, жылап далада жатқанда көп адам жанынан өтіп жатыр дейді. Сонда бір қазақ кеп сұрады дейді: мына бала неғып жылай береді? Кәні бұның басқалары десе, адамдар айтты: бұл жетім, бұл дымы жоқ, ешкім қамады деп. Соны, бұның ешкім жоқ болса алмайсыңдар ма деп ары бері тұрып үйіне алып кетті дейді. Үйіне апарып өзінің 6 баласы бар екен, соның 7-шісі қып қосқан ғой жанына. Бір төсекке жатқызып, бір табақтан тамақ берді. Ең қызығы, жаңағы кісі айтады, екеуі сол жерде жатқан кезінде дейді, ана шапан жауып қойған екен. Ана өзінің баласы аунағанда, бала ғой, аунағанда шапанды өзіне жамылып аунап кетіп, ана бала ашық қалса, шапанды жұлып алып ана түріктің баласына жапса, кемпір айтады дейді: неге олай жасадың десе, ей бейшара-ау деп айтады дейді. Мына суықтан өліп қалса, менің бір балам кетер, 2 балам кетер, ар жағында 4-еуі бар, 3-еуі бар, 2-еуі бар. Мынау өлсе, бүкіл тұқымы қалмайды ғой мынаның деп айтады дейді. Бүкіл тұқымы үзіледі ғой мынаның. Бер, осыған бер, осыған кигіз, осыған жегіз деп айтады дейді. Міне осы халықтың ұлдары мен қыздарымыз ғой біз. Біздің осы нәрсе біздің ішімізге сіңіп келген дүние ғой. Бірақ біз қазір қайдамыз? Біреуді бір нәрсе қиратып атса да сыртында қарап, видео түсіріп тұрамыз біз қазір. Біреудің қайғылы уақиғасына біз тек қана тиктокқа түсіру үшін, инстаграмда не жинау үшін, лайк жинау үшін ғана қалдық. Әдеп деген бөлек еді. Үлкенді сыйла, қонағыңды қадірле, өзің нан сындырып беру, өзің жағдайын сұрау. Бұның барлығы, мен ол бүкіл әдепті түсіндіріп беру, айтып беру мүмкін емес бұл нәрселерді. Бірақ мен жалпы нүктелері мен маңыздылықтарын айтып жатырмын. Артық іс те бізді құртады, түсінесіз ба? Сол үшін ұрлық, арамылық, кісақы жеу, өзге жаман нәрселер істеу, зинақорлық, парақорлық, бұның барлығы біздің халқымызды қылқындырып, түгімізді қалдырмай баратқан апаттар бұлар. Бұл артық іс. Бұның бәрі біздің энергиямызды жемек түгіл, біздің қоғамымызды жеп баратыр. Бір адам арақ ішсе, қанша адам ұялады. Оның баласы соны орнына тұрғыза алмай жанынан өтіп кетер. Қанша аға бауыры айтамайды, анау жатқан менің бауырым деп айта алмайсың кейде. Ал ол ұялмайды. Артық іс бұл Құдайдан ұзақ қылатын істер. Артық ой бар адамның ішінде, ой жейді адамды, білесіз ба? Артық ой сізді өміріңіздің бақытынан айырады. Сол үшін маған біреулер сұрақ қояды. Намаз оқып тұрған кезінде ойымды әр нәрсе кіріп шыға береді, не істеймін дейді. Ойын жинап үйренбеген адамдікі ғой. Оның емі бар. Емі өте көп, бірақ ең қарапайым емі намаз бізді осы ойды жинауды үйрететінін түсінбейміз ғой. Сол намаз бенен зікір сізді содан тоқтатады. Ал егер сен сол намаз оқып тұрып, одан шықпадың, онда намаздың ақысын бермедің сен. Намаздың берері көп. Бірақ сол берерінің біреуі бізге ойды жинап береді екен ғой. Қалай? Мысалы, имам қырағат қылып атқанда артынан үндемей тұр дейді. Көз алдыңызға келтіріп көріңіз. Бір имам тұр, алдында тұр, сіз артында тұрсыз. Деп Құран оқып атыр, сіз артында үндемей тұру керексің, қосылмау да керексің, айтпау да керексің, үндемеу керексің. Қалай тұрасың? Біреуге құлақ салуды үйретеді ғой, түсінесіз ба? Кәдімгі тыңда. Просто тыңда деген, соны істей алмаймыз ғой, байқайсыз ба?
Қазір мен сізге сөйлеп жатсам, сіз ішіңізде немен жарысып сөйлеп жатсыз ғой, дұрыс па? Неше жаққа барып қайттыңыз, айтыңызшы. Қай жақтарға бармадыңыз, Бәр жақты көріп, үйді бір көріп, есігін ашып жауып келген шығарсыз. Аз жер свет өшті ма, үтікті суырдым ба деп. Қарасаңыз, адамның ойы тынбайды. Не істейсіз? Біз бақылаушы болып үйренуіміз керек, түсінесіз ба? Ойың жаныңнан дария сияқты, өткен сияқты тұра берсен жанында. Өйткені ой ол сен емес. Ой ол сен емес. Бұл ереже. Ой ол сіз емес. Себебі шайтан бізге ой сөйлегенде қалай сөйлейді білесіз ба? Шайтанның азғыруын қарасаңыз, шайтан дауысын естігендеріңіз бар ма? Еркектік ма, елдік ма өзі? Қай тілде сөйлейді? Ағылшын, француз, итальян, қай тілде? Білмейсіз. Сіздің ішіңізде, сіздің тіліңізбен, сіздің ойыңызбен сөйлейді. Ал сіздің ойыңызбен сіз сияқты сөйлегесін, мен ойлап жатыр екенмін ғой, солай деп ойлайсыз. Сосын сіз күнәға барасыз. Шын мәнінде ой менікі емес десең, шайтанның азғыруынан бір табан кейін дейсің. Бір қадам шеттейсің. Ой ол сіздікі емес. Ойдың көпшілігі өткен шақтан тұрады. Ойдың кішкентай бөлігі болашақтан тұрады. Қалған бөлігі сіздің денсаулығыңызбенен қазіргі жақтағы шайтанның азғыруынан тұрады. Болды, басқа ешнәрсе емес. Ой мың болуы мүмкін. Сіз соны өткізіп үйреніңіз. Бірінші орында, ең бірінші қадам, қандай ой келіп жатса да жанында қарап тұр. Бұл мен емеспін, мен үндемеймін. Үндемей үйреніңіз. Сопылықта сондай тәлім бар. Кәдімгі тәлім бар. Бір бөлмеге отырғызады да зікір де бермейді. Ана тәспі, субханалла, әлхамдулилла. Жо. Не істеймін мен десе, үндемей отыр дейді. Отырамайды екен ғой көп адам. Түсінесіз ба? Үндемей отыру деген ол ақырет қой. Бір нәрсе айтайш дейді екен ғой. Айтайш, істейш бір нәрсе. Таң қаласыз, яғни энергия жұмсағың келіп тұрады. Сақтасай энергияң, тоқтасай, сөйлеме, үндеме, ойлама. Соны қашан сіз игересіз, сіздің ой байлығыңыз реттеледі. Қалай айтайын ба? Мынау ағып атқан дарияға сіз сырттан қарап тұрғасын, пайдалысын аласыз, оны тәртіптейсіз, пайдасын ағыз жібересіз. Ойды игере алмаған адам басын игере алмайды. Басын игере алмағаннан біреудің басымен жүреді. Түсінесіз ба? Ана бір әзіл бар ғой, бір екі дос, үш адам болып жолға шығыпты. Екеуі қатты тамыр екен енді. Сөйтсе бір інді көріп қапты да, екеуі ерегісіп жатыр дейді, мына іннің ішінде қасқыр бар, түлкі бар, қарсақ бар, аю бар, ой, анау бар, мынау жоқ, мынау жоқ, мынау батыр. Қазір көрем де біреу басын тығыпты да, шықпайды дейді. Суырып қалса, басы жоқ дейді ананың. Ойбай, басы жоқ деп дос жылап жатса, екінші ана шетте отырған адам айтады, оның басы әуелден жоқ еді ғой, басы болса тығама деп айтады дейді. Сол сияқты ғой. Оның басы жоқ адам біреудің басымен жүреді. Ойын басқара алмаған адам, ішкі жан дүниесін басқара алмаған адам, ол біреудің роботы ғой. Біреудің роботы. Халықта сөз бар сол үшін. Ақылды адам біреудің қолымен істейді дейді. Дана адам біреудің басымен істейді дейді. Түсінесіз ба? Яғни дана адам біреуге ой салады, ол біреудің қолына жұмыс береді, анау істейді. Оны айтқым келгені ұзын сөздің түйіні енді, түйіндегіші. Әдептілік біздің өміріміздің мәні бұл. Бұл сапалы өмір береді. Ендеше осы әдеп біздің өмірімізді бай қылатын болса, біздің бабаларымыздың салып кеткен ананы істеме, мынаны істеме, былай бол, дұрыс отыр, дұрыс жүр, былай бүкіл осы әдептің барлығын бізге берері, біздің өмірімізді шыңдап, артық энергия жұмсаудан арылтады. Түсінесіз ба? Сіз әдеппен автоматтық түрде жасасаңыз, сіздің энергияңыз далаға кетпейді. Сізде күш қуат болады, және пайдалы ісіңізге, өміріңізге әрдайым күш қуатта тұрасыз. Жасаймын жақсылыққа бірінші орында жарыс десе, жарысуға күш қуат сізде болады. Керісінше, сіз егер өміріңізді тәртіпсіз күн көрсеңіз, тәртіпсіз өткізсеңіз,
онда сіз басыңызда ұрмайтын іс жер қалмайды ғой, бәріне ұрып шығасыз. Бойыңыз жететінге де, бойыңыз жетпейтін жерге де ұрасыз. Себеп, сізде энергияңыздың бәрін құртып аласыз болмайтын нәрсеге. Өйткені ойлаңызшы, мысалы жарыс. Осы жерден ана жерге шейін жарыс. Ең жақын жол қай жол? Тіке жол ғой, міне. Мен жеңдім болады, дұрыс па? Ал енді бір адам жарыс десе, былай жүгіріп кетіп барса, қазір деп та, мысалы. Жүр да, о қашан жетеді анаған? Ортадан мына жерде келді да, бір нәрсені көріп қалды, онымен айналысып кетіп қалды. Мынаны көріп қалды да, мынамен айналысып кетіп қалды. Бірақ анау қалды ғой. Энергияны осылай жейді ғой бізді жан-жақтағылар. Түсінесіз ба? Егер сіз әдеп ұстанбасаңыз, сөйлеу әдебі, мінез құлық іс-қимыл әдебі, ойлау әдебі, ешқашан біреу туралы жаман ойлама дейді. Түсінесіз ба? Ешқашан. Өйткені ойыңды түзетсең, тілің менен қол аяғың түзеледі. Және де керісінше де әсері бар. Егер сөйлеуді реттесең, қол аяғыңды реттесең, қимылыңның бәрін реттесең, ойың түзеледі. Себебі мынандай нәрсе бар. Бала кезімде Ташкентте оқимын, дін оқыдым сояқта. Сол кезде оқып жүрген кезімде ұстаздан сұрайтын, мен бойдақпын, баламын, айтам, мен қыздарға қарап қоя берем, мен қалай қарамасам болады, маған әдет айтыңызшы, бір үйретіңізші дедім. Сөйтсем, көп зікір айт деді. Болды ма? Болды деді. Қалғанын жүрегің айтады деді. Қалғанын жүрегіңді тыңда деді. Болды. Енді қараңыз, субханалла, альхамдулилля, субханалла, альхамдулилля деймін. Бір әдемі қыз көріп қалам, қарайсың, субханалла, жараспайды ғой, түсінесіз ба? Сен Алланы айтып тұрсың да, күнә жасап тұрсың. Мысалы, ана өзіңнен өзің жиренесің, қой, не істеватсың? Болды, қой. Сен екеуін біреуін таңда дейді ғой, жүрегің айтады саған, таңдасай дейді. Анау сөзіңді қой, мынаған бат күнәға. Ананы тастада, мынаны жалғастыр дейді. Өтірік емес қой. Ішіңнен қарсылық шығады. Сол сияқты сөзіңізді түзетсеңіз, ісіңізді түзетсеңіз, ішіңізге де әсер болады. Бір-бірімен соншалықты байланыс. Түйіндеме, құрметті жақсылар, біздің қоғамымыз қазіргі кезде жаңаруда. Шекарамыз ашылғалы бері түрлі діндер, ойлар, пікірлер, психология кіріп жатыр бәрі. Бірақ ата бабамыздың ұстанған жолынан артық таппайсыз ғой, білесіз ба? Ұзақтан іздемеңіз, жоқ. Қайта олар бізден үйреніп кетсін. Қайта сол сырттағылар бізден үйренсін қандай болуды, кіммен қалай мәміле жасауды. Бірақ біз өзіміздің ата-бабамыздың дәстүрін ұстай алмаймыз да. Оны түсінбейміз. Оның мәнін мен тарихымызды білмейміз. Сол үшін, құрметті жақсылар, өзіміздің тарихымызды оқиық. Елімізді менің елім деп егелік қылайық. Осы елге бірақ әдеппен, сөз, іс-қимыл, ойдың әдебін сақтайық. Және біліңіз, сіздің туған жеріңіздің осы қазақтың даласын сізбенен бізден басқа ешкім келіп істеп бермейді сырттан. Жаңғыртып, жандандырып, реттеп бермейді. Ешкім. Сырттан ешкім келмейді. Уайымдамай-ақ қой. Оны бұзуға келетін шығар, оны түзеуге ешкім келмейді. Ол сізбенен біздің істейтініміз. Ащы болса да сол бір шындық, осы сөздің бір несі болсын. Мысалы, қанша уақытта мен 3 жылдан бері қарай осы таза Қазақстан деген халыққа бағдарлама жүріп жатыр. Соны айт деп маған да қолқа салады. Әрдайым айтып жүрші дейді. Сол үшін мен айтам, біздің қазақтың елінің тазалығы іші мен сыртында болады. Бірақ сол сыртқы тазалыққа себепкер болатын бір нәрсе бар екен ғой. Ол менің елім деп осы елді, осы жерді менікі деп білу керек екен біз ғой. Қызық жері. Ал менікі емес деп білсек не болатынын айтайын ба? Мынау тауға, тасқа барып демалады жұрттар. Жаз болады, демаласыз ғой өзіңіз. Бір судың жағасына барып қалсаң не көресіз? Памперс, шиша, барлық нәрсесі жатады. Сосын қызық жер, мына жерге от жаға ма? Екінші келген адам ол жерге от жағу ұят ау деймін. Ондай естімеппін, бірақ сол жерге ұят жағу
от жағу оған намыс. 1 метр мына жерге жағады. Үшінші келген адам ана екеуіне от жағуға болмайды. Ол мына жерге жағады. Сонымен мына жердің бәрі қап-қара болады ғой. Отырамайсың, жүре алмайсың. Енді сұрақ. Осы қоқыстанып атқан кімнің жері? Өкіметтікі ма? Баяғы Совет бізге сөйтіп үйреткен ғой, түсінесіз ба? Өкіметтікі ғой, жаның ашымасын дегенде. Сондайға үйреткен ғой, түсінесіз ба? Өйткені сен қолың тықсаң болды, Сібірге айдауға кетесің 20 жылға. Совет сөйтіп үйретті. Сен егелік қылдың ба осы жерге, сен құрисың. Сен ұлтшылсың, сен басқасын, білмеймін, әйтеуір құрисың. Болды. Бұл жердің егесі емессің деп үйретті. Білесіз ба? Осы қисық заң болды. Құрметті жақсылар, Алатау кімдікі? Кімдікі? Менікі десеңші. Көрдіңіз ба? Жүрегіңіз айта алмай тұр. Өзіңізге қараңыз, жүрегіңізге. Менікі деп айта аласыз ба? Алатау, менікі айтыңызшы. Айта алмайсыз. Бір қызық бар, триггер ма, бір нәрсе қимылдады ғой. Қаратау ше, кімдікі? Менікі деп айта аласыз ба? Тұрасыз, шайқаласыз. Бетпақ дала кімдікі? Балқаш көлі, Арал көлі, Сарыарқа, Алтай таулары кімдікі? Хатун Қарағай, анау Атырау Ақтаудың үстірті кімдікі? Бұның бәрі менікі. Түсінесіз ба? Біз үйтіп өспей жатырмыз. Міне қисықтығымыз қайда? Біреудікі деп қалдық. Ананыкі ғой. Ақтаулықтардікі ғана ма сонда? Қандай заң ол? Кім айтты? Ақтау тек ақтаулықтардікі болу керек. Неге? Бәріміздікі ол. Ол біздікі, бәріміздікі. Ертең басымызға күн туса не сөйтеміз ба? Өскемендіктер қолдарыңа қызыл жалау соғыса беріңдер дейміз ба? Жоқ. Бәріміздікі ғой. Сол үшін, құрметті жақсылар, бұл бүгінгі тақырыпқа сай келмесе де мен айтқым кеп тұрған нүктенің біреу осы еді. Менікі деген түсінік бізде жоқ екен. Өзіңіз зерттеп көріңізші. Сол үшін өзіңізді де, бала шағаңызды да ренжімей бір жерге шығып, ерінбеңіз, паркке шығыңыз, судың жағасына шығып, мынау менікі деп айтып үйреніңіз. Тренировка жасаңыз қайта-қайта. Бұл менікі бұл. Мен ата-бабамнан қалған кәдімгі осының мирасқорымын деп сонда жаны аши бастайды. Елім, жерім менің, солай өседі. Олай жасамайсыз ба? Ананыкі ғой. Ананыкі болғаннан кейін, ана біреудікі болғасын не болады? О, мусор тастай бер, жандыра бер, қирата бер. Осылай кетеді. Кешіріп қойыңыздар, қатты айтсам, Алла өмірлеріңізге береке берсін. Рахмет тыңдағандарыңызға. Вау, ішіне батып кетті. Алла разы болсын. Отырып айта берейін ба, тұрып айтайын ба? Ыңғайсыз екен бәрібір. Не ғой? Құрметті жақсылар, жалпы өте үлкен тақырып қозғап жатыр. Оны енді қысқа айту қиын, бірақ сонда да бір-екі ауызбен жауап берейінші. Негізі бар ғой, менің ойымша үйленбеу ол күнә ол ше. Біздің қазаққа жасалған күнә. Себебі бар ғой, біз ат төбеліндей азақ халықпыз да. Мынандай үлкен жапан далада ен даланы жайлап жатады. Мысалы, осындай Орал сынды облыстық орталықтарда кемінде 2 миллион, 3 миллион халық отыратын жерлер ғой бұл жерлер да. Мысалы, біз соншалықты аздығымыздан одан төмен отырмыз. Оннан бір отырмыз оны. Сол үшін жаңылдегі айтатыным үйленіңіздер. Ал енді қазіргі келетқан түрлі батыстан келетқан отбасыға, отбасының құндылығына жасалып атқан шабуылдар өте көп. Сол шабуылдардың біреуі күмәндар, біреулер айтады, сен оған лайықсызсың, сен дайын емессің, сен бір абьюзер тауып аласың, сен тағы бір нәрсе қылып аласың. Сондай, бұл бәрі жала, бұл болашақты ешкім көрген жоқ. Сен кімді табатының ондай ме? Сен қандайсың, сондай табасың, уайымдама. Сол үшін сізге нақты кеңес, бойдақтарға кеңес.
қандай жар тапқың келеді, сен сондай бол. Просто. Бұл өмірдің ережесі. Шын айтайын, мен айтты дейсіз әлі. Сіз қандайсыз, сіз айнаңызды табасыз. Басқа ешкімді таппайсыз. Көрмейсіз да. Уайымдамай қой. Басқа бір адамды ай десе аузы бар, күн десе көзі бар қойып қойса да көрмей өтіп кетесіз. Сіз өзіңіздің айнаңызды іздейсіз. Сол үшін сіз өзгерсеңіз, сіздің жан жарыңыз өзгереді. Жолдасыңыз қандай, сіз сондайсыз. Түсінікті ғой, сол үшін жар таңдағанда іздеңіз, табыңыз. Біреу сізге қызын бағып жатыр, жігіттер, уайымдамаңыз. Біреу қызын мәпелеп бағып дайындап отыр. Қыздарға да сол. Біреу бір үй сіздерге бір ұлды дайындап отыр, бір қарыз әйтеуір сіздерге, сол бір ұл қарыз әрқайсыңызға. Сол үшін ол бір. Екінші, жаңа семья құрғандарға айтатыным, құрметті жақсылар, бір-бірлеріңіздің араңызда бірнеше мәселе болу керек екен. Біріншісі, әрдайым екеуіңізге қызықты өткізетін бір нәрсе тауып алыңыз. Білмеймін, кино көресіз, төбелесесіз, білмеймін, не нәрсе, бір қызық нәрсе тауып алыңыз. Ол өмір бақи сізді біріктіретін нәрсе болады. Екінші нүкте, ұрыстың ережесі бар, біліп алыңыз. Ережесі жекпе-жек болмайды жер бетінде. Жан ұяда ереже бар. Ол ереже сондай, ішіңнен қандай ашуың келіп тұрса да, жеке басына тиіспе. Ереже ол. Жеке басының сөзі айтылмау керек. Егер соны тыйсаң болды ғой, ұрыс ұмытылады. Ұрыс бәрібір тоқтайды бір күні. Бірақ жеке басқа айтылып қалған сөз шығып тұра береді да, ол ше. Ал егер ол сөз айтылмаған болса, сол кездегі мәселе сол жер шешілсе, ол ұмытылады. Сол үшін жеке бас қозғалмайды. Екіншісі, сол ұрыстың ережесі. Сол ұрысқа ғана қатысы бар нәрсені қозғап үйреніңіз. Шекарадан шықпай төбелесіңіз. Рингтің сыртына шықса, ереже бұзылады деп қойыңыз. Болды. Осыдан кейін артық сөз тек сол мәселеде болады да. Осы мәселені шешіп алу болды. Үшіншісі, ашық сөйлесуді үйреніңіз. Біреу ашуланған, екінші үндеме. Ойыңды ашық айтып үйрен. Бірақ ойды ашық айтуда психологтарымыз айтады. Қалай жеткізесін, ішіп қояды. Мен былай қылғым келді, олай қылғым, сөз басталады. Сенше де өзіңе тиіседі немесе. Сол үшін істі айтыңыз. Бұл біздің дінімізден алынған. Ислам дінінде ереже бар. Біз күнәһарларды жек көрмейміз, күнәні жек көреміз. Арақ ішкен адамды жек көрмейміз, арақ ішу ісін жек көреміз. Түсінесіз ба? Істі жек көреміз. Күнә іс жек көріледі, күнәһар адам жек көрілмейді. Өйткені барлық адам қателесуге хақысы бар. Права беріңіз. Ол қателеседі, ол басын ұрады, ол жаман бол. Барлық адам жаман болуға хақысы бар ма? Бар. Жақсы болуға қаншалықты хақысы болса, жаман болуға да соншалық хақысы бар. Сол үшін жанұяда ұрыстың да ережесі бар. Жеке басына тиіспе, рингтің ішінде төбелес, айтар сөзіңді ашық, кінәламай жеткіз. Болды. Осындай ұстансаңыз, барынша ұстансаңыз, екеуіңіздің ұрысыңызды жұрттар таң қалатын болады. Мыналар ұрысып жатыр ма, жоқ шай ішіп отыр ма деп. Отырып алып, қарасаң, ұрысып жатқан сияқты, бірақ біреуі маңдайын тырыстырмайды. Сен мынандай жоқ, бұл былай. Болды, бітеді тірлік. Мен өмірден өткенді айтып жатырмын. Алла разы болсын. Жоқ па? Сізде сұрақ қойуға ма? Шығып бара жатыр. Ассалаумағалейкум, баршаңызға көргенімізге өте қуаныштымыз. Арман аға, қош келдіңіз жайлы жолына. Насихатыңыз үшін көп рахмет. Алла разы болсын. Енді көп әңгімелер айтылып жатыр ғой. Енді республикалық деңгейдегі өткен осы діни бағыттағы насихаттау топтың құрамындасыз. Жалпы біздің қоғамда қазіргі таңда балалар үшін өсіп келе жатырған өскелең ұрпақ үшін мектептерде білеміз қазір неше түрлі сабақтар еніп жатыр ғой. Қазір соңғы жаңалықтарға байланысты бассейн сабағы еніп жатыр деген секілді. Жалпы біздің қазақ руханияты, соның ішінде ислам тереңірек кішкене жастардан бастап балаларға насихаттау бағытында жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр?
Жақсы, Алла разы болсын. Алла разы болсын. Иә, негізі өскелең ұрпаққа біз ставка қоюымыз керек қой. Сол біздің ертеңіміз, соларға қарай күшімізді, соларға барымызды арнауымыз керек. Біз енді соның аясында біз ата-аналарға насихат қыламыз, қалай дұрыс ата-ана болу, қалай бала тәрбиелеу мәселесін мешіттерде уағыз қыламыз. Екінші бір нүктеміз имани жаз деп әр жазда бала оқытамыз. Одан бөлек мектептен тыс уақыттарында кружоктарымыз бар, мектеп мешіттерімізде. Жалпы сол имандылық мәселесінде қазір тек қана мешіттерімізге келіп атқан балаларымызға біз тек қана Құран сабақтары, тек қана жаңалдегі сол діни бағыт емес, қазіргі кезде мақал мәтел жарыстары, абай сөздерін, жаңағы батырлар жырын жаттаудан да жарыстар ұйымдастырып бастап жатырмыз. Сондықтан ол тек қана біркелкі тәрбие емес, бәлки сол бабаларымыздың қалдырып кеткен мирасынан үлескер болсақ деген осындай бір комплексный тәрбие жүріп жатыр.